айтады ғой, адам деген өз өмірінің суретшісі деп. Соны бекер айтпас. Адам өз өмірінің лидері болуға тырысуы қажет. Және де өмірде мүмкін емес деген дүние жоқ. Еркін сөйлеу бұл үлкен күш және де керемет өнерлердің біріне жатады. Адамды көрге емес, көкке жетелейтін. Сәлем, құрметті тыңдаушылар, сіздер бүгін Еркін сөйле подкастындасыздар. Біз бүгінгі подкастымызда еркін сөйлеудің жаңа идеялары, маңызды қырларын зерттейтін боламыз. Және де бүгін біздің студиямызда біздің ерекше қонағымыз бар. Ақтөбе қаласында көшбасшы ретінде танылған Айбол қызы Карина, біздің дебатерша. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Және де сәлем, құрметті көрермендер, оқырмандар, тыңдаушылар. Және де осы подкастқа мені қонақ ретінде шақырып отырған Өмірзақова Көркем. Сізді көргеніме өте қатты қуаныштымын, және сізге көп рахмет. Және де осы подкастта талқыланатын тақырып, және де өзара айтылатын әңгіме, диалог, осының барлығы бізді тыңдап отырған көрерменге, тыңдап отырған тыңдаушыларға, көріп отырған барша оқырмандарға жақсы дүние болып, пайдалы дүние болып баратынына толығымен сенімдімін. Ал ендігі біздің бүгінгі подкастымыздың тақырыбын нақтырақ айта кететін болсақ, яғни бұл еркін сөйлеу. Қоғамда көптеген қорқынышпен кездесетін, көпшіліктің алдында өзінің пікірін еркін түрде жеткізе алмайтын жандар үшін бүгінгі біздің подкастымыз үлкен көмек болады деп ойлаймын. Және де осы орайда мен, Карина, сізге сұрақ қойғым келеді. Сіздің осы ең алғашқы қадамыңыз, яғни еркін сөйлеудегі сіздің алған тәжірибеңіз, ең алғашқы қадамыңыз қандай болды? Сұрағыңызға рахмет. Және де менің еркін сөйлеудегі ең бастапқы қадамым ол менде дебат әлемінен басталды. Және де дебат маған көптеген нәрселерді үйретті, яғни көптеген тәжірибе болды десем де болады. Көбінесе көптеген адамдардың алдында, және де аудиторияны өзіме бағындыруға, өзімнің пікірімді ешқандай қорқынышсыз, үрейсіз адамдарға, яғни қасымда отырған барша тұлғаға анық ретінде жеткізуіне бір дәлел болды десем де болады. Осы дебат арқылы менде ішімде жатырған осы бір еркін сөйлеуге қатысты қасиетім бір оянды десем де болады. Шынымен де дебаттың қыр-сыры өте көп және де керемет салалардың бірі болып табылады. Дебат адамды өзін лидер ретінде және де көшбасшы ретінде көпшіліктің алдында көрсетуге баулиды және де осыған үйретеді. Яғни сіздің алғашқы қадамыңыз осы дебат саласында болды, иә? Әрине. Ендігі кезекте онда сіздің ойыңызша еркін сөйлеу деген не, оның өмірлік маңызы қандай? Еркін сөйлеу дегеніміз ол тек қана сөз бостандығы ғана емес, және де сенің толық идеяңды барша адамға нық жеткізу, және өзіңді еркін тұрғыда, өзіңнің сенімді болған жағдайда ғана сен еркін сөйлей аласың. Және де осындай қабілеті бар адамдар осы қоғамда, өмірде өзінің ең жоғарғы орнын табады. Осы пікіріңізбен мен толықтай да келісемін. Еркін сөйлеу бұл мүмкіндіктер алаңы болып табылады, ал адам осы мүмкіндіктерді қолдануы үшін және де оны көрсете алуы үшін қандай әрекет жасау керек, және де адамның бойында қандай қасиет болуы қажет? Жалпы бізде қоғамда білеміз ғой, ораторлар өте көп. Және де қазіргі таңда ораторларды көбінесе көшбасшы ретінде қарастырады. Және ол көшбасшыларға көбінесе идеяларды нақты жеткізу және өзіне деген сенімділікті арттыру көмектеседі. Сондықтан барша бізді тыңдап отырған тыңдармандар, көріп отырған оқырмандар ең бірінші еркін сөйлеу үшін өзіне деген сенімділікті арттыру қажет. Сен қандай жағдай болмасын, сен өзіңе сенімді болсаң, сен барлық саланы меңгересің және өзіңнің орныңды табасың. Карина, мен сіздің жауабыңызбен келісемін, және де осы орайда сізге тағы да бір сұрақ қойғым келеді. Еркін сөйлеу үшін адамда бір керекті бір талант болуы қажет пе, ол міндетті ме? Жалпы адамға еркін сөйлеу үшін оның ішінде бір қасиет немесе талант болу керек пе деген сұраққа былай жауап бергім келеді. Жалпы әрбір адам туа біткеннен бастап оған Құдайдан берілетін бір ерекше қасиет болады. Ал ол қасиетті жетілдіріп, ары қарай алып кететін болса, адам өзінің орнын табады. Яғни сен ол қасиеттерді аша білген сайын, сені ол қасиеттер көрге емес, көкке сүйрейді. Яғни сенің қабілеттерің ашыла бастаған сайын, сенің өмірде алатын орның өте жоғары деңгейде болады. Құрметті тыңдармандар, сіздерге осы орайда айтқым келетіні,
ешқашан да еркін сөйлеуден қорықпаңыздар. Өздеріңіздің жасап жатқан жұмыстарыңыздан нәтиже алып және де одан мол тәжірибе жинауға тырысыңыздар. Ешқашан да өздеріңіздің ойларыңызды еркін және де ашық түрде жеткізуден қорықпауларыңыз қажет. Еркін сөйлеу бұл үлкен күш және де үлкен өнер, және де өмірлеріңізде еркін сөйлеп өздеріңіздің дауыстарыңызды, қоғамда өздеріңізді орындарыңызды табуға біз сіздерді шақырамыз. Осы жерде Карина, мен сізге сұрақ қойғым келеді. Осы еркін сөйлеуге байланысты өміріңізден орын алған қызықты бір оқиғаны айтып бере аласыз ба? Жалпы мана басында айтып кеткендей, менің осы еркін сөйлеуге алғашқы қадам дебат дедім ғой. Жалпы менің ең ішімдегі осы сөйлеуге қатысты болсын, басқа да қасиеттердің барлығы осы дебат саласында ашылған болатын. Және де ең басты қызық нәрсе ол менде басында осы бізде 7-ші класста сабақ өтіп жатыр, және де сол кезде бізге хабарландыру келеді. Хабарландыруда жалпы дебат үйірмесі ашылып жатыр мектепте, және сіздерді қатысушы ретінде шақырамыз деген секілді хабарлама келеді. Және де мен ол кезде өзімді артқа тартқан болатын. Жоқ, бұл сала менікі емес, мен ұяң қызбын, мен көпшіліктің алдында сөйлей алмаймын, және де мен аудиторияны өзіме бағындыра алмаймын деп өзімді артқа тартқан болатын. Және де сол кезде менің құрбым болатын. Сол құрбым хотя бы бір рет барып, көріп көзбен сол кезде таныс болайық, көрейік, нәтижесін қарайық, бізге ұнап жатырса қалайық, мүмкін біздің шабытымыз, біздің ішіміздегі қабілетіміз мүмкін содан ашылып кетер деген негізбен мені апарды. Бардық, барғаннан кейін көптеген Жұбановтан көптеген адамдар келді, және де дебаттың не екенін түсіндірді барлығын. Содан кейін менің қолыма микрофон келеді. Және де микрофон менің қолыма келгеннен кейін маған осы жаңағы түсіндірген дүниелерден сіз қандай түйін жасадыңыз деген сұрақ қойылады. Және де ол сұраққа мен ішімнен андай болып, мен бұл сұраққа жауап бере алмаймын, мен бұл сұраққа дайын емеспін, мен сөйлеуге дайын емеспін деген секілді қорқыныштар орын алды менің бойымда. Одан кейін менде микрофон қолымда тұрғасын, енді артқа шегінетін жол жоқ. Сол жерде өзімнің пікірімді айтып бастадым. Және де пікірімді айтып бастағанда ойымда дым жоқ, бірақ менің тілім ары қарай алып кетті. Содан бастап менде уже еркін сөйлеуге, халықтың алдында өз пікірімді айтуға деген қорқыныш сол кезден бастап жойылды десем де болады. Және де ең бірінші адамға сенімділік керек. Сен сенімді болсаң, сен барлығын бағындырасың, және сенің қолыңнан келмейтін дүние жоқ. Айтады ғой, бұл өмірде мүмкін емес дейтін дүние жоқ. Сол мүмкін емес деген дүниені мен тіпті ойламайтынмын. Мен деген көпшіліктің алдында өз пікірімді айта алмаймын. Мен көпшіліктің алдында көптеген мектептерге барып, турнирлерге барып, өзім жоғары деңгейде өзімді көрсетемін, және де көптеген жүлделі орындарды иеленемін деп те мүлде ойламайтынмын. Ол менің түсіме де кірмеген жайт болды. Ал содан кейін мен уже қадам бастадым. Дебат саласына тағы да қыр-сырын барлығын өзімді сол сала бойынша жетілдіргім келді. Менің барлық фокусым сол жаққа қарай бұрылды. Сол жаққа қарай бұрылғаннан кейін менің осы жерде өзімнің өмірбаянымды, өзімнің тәжірибемді бөлісіп отырғанымның арқасы осы дебат саласы деп білемін. Сол мүмкін емес деген өмірде дүние жоқ, көрермендер. Барлығы мүмкін. Тек қана адамның тарапынан талпыныс қажет, сонда ғана сіз өзіңіздің қалаған дүниелеріңізге жете аласыздар. Оқиғаңыз осы біздің құрметті тыңдармандар үшін үлкен мотивация болатынына мен өте сенімдімін. Себебі сіздің қасыңызда отырып, сіздің оқиғаңыз мені ойландырып жіберген болатын. Әрбір адам өзінің өмірінің лидері болу керек, көшбасшы болуға тырысу керек. Және де осы жерде сіздің өміріңізге, яғни осы дебат саласы үлкен әсер еткен болатын. Қазіргі таңда сіз мүмкін осы сөздеріңіз арқылы басқа адамға мотивация беріп отырған шығарсыз, басқа адам үшін сіз үлгі болып отырған шығарсыз. Сіздің беріп жатқан жауаптарыңыз, осы подкастымыз, сіздің айтып жатқан оқиғаларыңыз, жалпы осы бүгінгі біздің сырласуымыз біздің тыңдармандарға, біздің көрермендерге жақсы бір дүние ретінде баратынына мен сенімдімін. Ал осы подкасттан сіздің алған әсеріңіз қандай? Менің алған әсерім өте керемет әсер алдым. Және де
Осы подкастқа шақырғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Және де ең алғашында маған ұнаған дүние ол осы тақырып. Жалпы еркін сөйлеу деген тақырып қазіргі қоғамда өте өзекті тақырыптардың бірі десем де болады. Және де осы қоғамда өзінің қабілетін, өзінің талантын аша алмай жүрген көптеген тұлғаларымыз бар. Және мүмкін осы подкасттан кейін, осы видеороликтан кейін, айтылған сөздерден кейін өзінше бір түйін шығарып, осындай өзін қолға қайтадан жинап, қайтадан талпынып, өзінің жоғары деңгейдегі орнына жетеді деген үміттемін. Егер де осы подкаст менің айтқан сөздерім және де бастан кешкен оқиғаларым барлығы осы тыңдап отырған, бізді көріп отырған оқырмандарға бір пайдасын тигізсе, мен өте қатты қуанышты боламын. Және де осы подкаст сіздерге ең жоғары деңгейдегі пайдалы дүние болып барады деген сенімдемін. Біздің бүгінгі подкастымыз өзіне шарықтау шегіне жетті және де ол осымен тәмам. Біз өзіміздің қоғамымыздағы адамдарды игі және де жақсы істерге жетелеуден шаршамаймыз және де сіздерді де жұмыстануға шақырамыз. Өзіңіздің өміріңіздің лидері болуға тырысуларыңыз қажет. Біз бұнымен қоштаспаймыз және де келесі бейнероликте біз бұдан да керемет тақырыптарды қозғауға және де өзіміздің ойымызбен бөлісуге дайынбыз. Келесі кездескенше.